Ертеректе қала қақпасының алдында немересімен бірге отырған ақсақалға жол жөнекей бір жолаушы келіп жөн сұрапты. «Ата, бұл қала тұрғындарының ниеті қандай?» депті. Сонда ақсақал: «Өз жөніңді айт, қайдан келесің, кімсің?» дейді. «Мен өте қайырымды, адамгершілігі мол қала тұрғындарын іздеп келемін. Мен тұрған қалада адамдардың ниеті қара, қызғаншақ, адамгершілік қасиеттен жұрдай, сол үшін ақыры сыймадым», деп жауап қатыпты жолаушы. Мұндай сөздерге ақсақал бірден: «Бұл қаланың тұрғындарының қасиеті, ниеті сенің қалаңның тұрғындарынан асып түспесе, кем түспейді», депті. Мұны естіген жолаушы: «Иә, қазір ниеті түзу қала табу қиын», деп әрі қарай кете беріпті. Артынша ақсақалға тағы бір жолаушы амандық сұрасып: «Уа ақсақал, бұл қала тұрғындарының ниеті қандай?» деп сұрапты. «Алдымен өз жөніңді айт, жолаушым», депті ақсақал. «Мен қайырымды қаланың тұрғыны едім. Маған деген мейірімдері, ең бастысы адам баласының ең асыл көркі адамгершілігі өте мол. Енді өзге қайырымды, мейірімді қала тұрғындарымен бірге тұрып, соларға қаламнан бойыма сіңірген шуағымды шашсам деп едім». Сол кезде ақсақал: «Балам, адаспай іздеп келген жерің осы», деген сөзін естіген жолаушы қуана-қуана қала қақпасына кіріп, көпшілік арасына сіңіп кетіпті. Атасының мына әңгімесін естіп көріп отырған немересі: «Ата, мен сізді түсінбедім. Екі жолаушы келді жөн сұрап, бірақ сіз екеуіне де екі түрлі жауап қаттыңыз. Мұның себебі не?» депті. «Балам, адамгершілігі мол адамға әрқашанда бір кісілік орын табылады. Жақсының сөзі шамдай жарық, айдай анық болады. Жаманды жақсы ететін де, жақсыны жаман ететін де сол адам. Жақсылық жасаймын деген адам үшін барлық орта өгей емес. Ең бастысы бойында адамгершілік қасиеті болса болғаны», депті.